Иванова Ақбота, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласының тұрғынымын. Мен екінші жалпы орта білім беретін мектептің 2А сынып оқушысымын. Отан отбасыдан басталады. Сол себепті әр адам өз отбасын сыйлап құрметтеуі шарт. Менің әжем әрқашанда Абайдың қара сөздерін айтып жүреді. Абай атаның 7-ші қара сөзінде жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады. Біріншісі ішсем, жесем, ұйықтасам десе, ал екіншісі білсем, көрсем, үйренсем деген екен. Бұл біздің отбасымыздың ұраны. Сәлеметсіз бе? Мен өз жазғы демалысында мына 2 кітапты оқыдым. Әжемнің ертегілері және Ақымақ қасқыр. Мен сіңіліме Салтанатқа Ақымақ қасқыр деген кітапты оқыдым. Сол кітапта сіңіліме Бауырсақ деген ертек ұнады. Мен оған бірнеше рет сол ертекті оқыдым. Және сол ертекке байланысты мен сурет салдым. Бәрі сенің жеңісің, бәрі сенің жемісің, ұрпағыңа бақыт кенісің. Шашылайын шығылаң болып. Аққанадан белден асып, қалықтап бара жатыр. Адамдар күтімге асқаранын, оралар қарадағы. Ата, әжем және әкем мен анам кішкентайымнан кітап оқуға құштарлығымды оятты. Алғаш мектеп табалдырығын атаған сәтімен бастап мектептің кітапханасымен достасып алдым. Өзіме көптеген қызықты жаңалықтар ашқан болатынмын. Осы кітапқа құмарлығымның арқасында мектепте ұйымдастырылған оқуға құштар жобасының ең үздік кітап оқыған оқушы сайысқа қатысып, жаз бойы мектеп және аудандық кітапханаларынан қызықты кітаптар алып оқып, жарыста жеңіске жеттім. Мектеп әкімшілігі маған су жаңа велосипед сыйлады. Маған әріп үйретіп оқып үйреткен отбасыма алғысым шексіз. Барлық достарымды, сыныптас құрдастарымды, кішкентай бүлдіршіндерді кітап оқуға шақырамын.